Бүгінгі таңда Алматы қаласында мектеп оқушыларының зияткерлік дамуы бойынша мол тәжірибе жинақталып, республикамызда ең тиімді жүйе ретінде таратылуда. Жыл сайын оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, дарынды балаларды анықтау мен қолдау және ғылым негізінде қызығушылықтарын арттыру мақсатында 250-ден астам облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі іс-шаралар жүргізілуде. Алматы қаласында 8 аудан, 215 мемлекеттік, 99 жекеменшік білім беру ұйымдарында 300 мыңнан астам оқушы білім алуда. Оның ішінде дарын мектептерінің желісін құрайтын дарынды балаларға арналған 11 мамандандырылған білім беру ұйымы бар. Қаламыздың құрама командасы 20 жылдан астам республикалық олимпиадалардың қорытындысы бойынша үздік олимпиадалық команда атануда. Бұл қаланың басты жетістігі мен мақтанышы. Оқушыларымыз халықаралық және республикалық ғылыми жобалар байқауларында жыл сайын интеллектуалдық күреске дайындығы мен қабілеттерін көрсетіп, үздік зерттеушілер қатарынан көрініп келеді. Қалада оқушыларға робототехника мен инженерлік дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді. Робототехника тарихында алғаш рет ақш-та өткен әлемдік чемпионатта Қазақстан командасы үздік 10-қа енді. Сапалы дайындық және зияткерлік олимпиадаларда сәтті өнер көрсету үшін халықаралық жаттықтырушылармен оқу-жаттығу жиындар өткізіледі. Биылғы оқу жылында 100-ден астам елдің қатысуымен өтетін беделді халықаралық олимпиадаларға алматылық 5 оқушы жолдама алып, жүлделі орындарды қанжығасына байлады. 25 жылда осы олимпиадаларда республикамыздың қоржыны 500-ге жуық медальмен толықса, соның 96-сы алматылық оқушылардың жетістіктері. Сонымен қатар, мемлекет басшысының тапсырмасымен балалар жылы аясында бастау алған халықаралық балаларды қорғау күніне орай 7 бағыт бойынша 250 мыңнан астам оқушыны қамтитын Алматы Балафест фестивалі дәстүрлі түрде өткізіледі. Ұлт байлығы дарынды бала десек, тұғыры биік, еліміздің ертеңінің жарқын болуы, білім мен өнерде топ жарған біздің дарынды жеткіншектеріміздің қолында.